Сәлем достар, бүгін картоптан рулет жасаймыз. Ол үшін 500 грамм ұнға 50 грамм майды үгітеміз. 1 стакан суға 1 қасық тұзды араластырамыз. Қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болды, енді салмасын дайындаймыз. Салмасына картопты үкістен өткіземіз. 1 пиязды ұсақтап тұраймыз. Барлығын бірге араластырып 1 қасық тұз қосамыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін жұқалап жайып шығып, үстін ерітілген маймен майлаймыз. Салмасын саламыз. Рулеттің формасын келтіреміз. Рулеттердің үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын болды, аз болсын.